Басқаларға қамқор болам деп өзіңізді ұмытып кетпеңіз. Сіз де маңыздысыз. Сіз барлығына үлгеріп жүрсіз. Ата-анаға тірек, достарға жан демеу, жұмыста жауапкершілік. Ал өзіңізге қашан кезек келмек? Қазір емес, бастысы қасымдағылар бақытты болсын, жанымдағылар тыныш болсын деп, сіз үздіксіз өзіңізді кейінге қалдырып, жан дүниеңізді шетке сырып келесіз. Бірақ сіз шаршағанда қолдайтын, түнде ұйықтай алмай жатқанда сырыңызды тыңдайтын бір адам бар. Ол өзіңіз. Мұның түбінде не жатыр? Бізді алдымен басқаларды ойла деп үйретті. Қайырымды болу әрине дұрыс, бірақ өзіңді ұмыту қателік. Осы қағиданы арқалап, біз басқаларға болсыншы деп қамқоршы болып кетеміз. Бірақ құдіретті анадай, қаралы қамқоршыдай болып, өзімізді ұмытып жібереміз. Бірақ тек өзіңіз толық және қуатты болғанда ғана басқаларға нақты көмек көрсете аласыз. Толып тұрған ыдыстан ғана су құюға болады. Сіздің энергияңыз ең мықты ресурс. Оны сіз өзіңізге жұмсамасаңыз, ешкім сіз үшін қамқор болып қоймайды. Сондықтан күніне 10 минут өзіңіз үшін бір нәрсе жасаңыз. Жоқ деп айту жамандық емес, шекараны көрсету. Сіз қамқорлыққа лайықтысыз, сол қамқорлықты алғаш болып өзіңізден бастаңыз. Айналаңызды тек тұтынатын емес, сізге де қайтара алатын адамдар менен толтырыңыз. Сіз басқалар үшін ғана емес, өзіңіз үшін де құндысыз. Бүгіннен бастап өзіңізге де қамқор болыңыз.